Ассалаумағалейкум достар. Видео басталмас бұрын дисклеймерді оқыңыздар. Макс, тұрса көзде! Негізгі орысша білетін адам бұның қате екенін біледі. Мына баланың капюшоны шешіліп киіліп жатыр. Байқамай қалады деп ойладыңдар ма? Базар жоқ. Ақ футболкадағы бала қайдан пайда болған айтатын адам бар ма, ей? Тым тез жақындап қойған жоқсыңдар ма осы? Ей сен, ақшаны ерте шығарып қойдым деп ойламайсың ба? Ыдыс арманы мақсатқа секіріп, ана бала жер жарылып ішіне кіріп кетті. Балалардың орындары ауысып кетеді. Ақша арманда бола тұра барлық бала мақсатқа жүгіреді. Әйтпесе балалар екеуін больницаға түсіріп, кино осы жерден аяқталып қалар еді. Қаш! Ор? Ұру мен тебудің не екенін білмей ма? Абайларын шағындашы мына балалардың. Үй жоқ жерге асық атып, терезесін ұруға бола ма не? Ақсандап жүрген бала аттай болып кетеді. Екеуміз дос емеспіз бе? Келістік. Бірақ бұны ешкімге айтпаймыз. Өйткені ол біздің құпиямыз. Өмір бақи бірге. Әдеттегідей кейіпкерлердің айтылған сөздері алдағы уақытта кері әрекет көрсетеді. Бутылкаларды сындырып алған ем. Барып продукт алдап жіберді. Мәссаған. Мақсат, мә сен ақшаларды ал. Саған керек қой. Жомарт болмайық, жинаған ақшадан ал демейсің бе? Ана ақша өзіңе де керек қой. Сүп берек пе? Көріп тұрсың ғой тап-таза. Ой. Мәштегі сүп берек баға? Ай, жүгірмектер жарайды. Жусаңдар, жуыңдар. Бұл кино болмағанда балаларға ана кісі физикадан соққы тақырыбынан сабақ өтер еді. Мына видеоға сүйенсек, балалар дүкенде 5 жыл жүрді-ау деймін. 5 жыл өтті. Балалардың аяғының размері үлкеймеген, дүкенде кроссовкалар да сатылмаған. Не деген бетімен кеткен сәйкестік ол? Құдай-ау, тіпті сатушы ауыспағанда. Сатушыны қоя берші, кемінде орнында қой. Оның үстіне жанама тақшасы ескі еді. 5 жылда бояу ағып, шегесі шіритін уақыт емес пе? Мына балаға камераға қарамауды үйретпеген бе? Айтсаңдаршы. Нанша!